Мен туралы жалған ақпарат таратыпты кейбіреулер, халықты шатастырып, мен өз үміткерлігімді, яғни кандидатурамды алып, депутаттықтан ашаматай бас тартыпты деді. Әрине бұл мәселе тапсырыспен болып жатыр. Мен құрылтайға үміткермін, депутат боламын деп өзіме сенем. Маған сенген адамдар, азаматтар, оқырмандарым, тыңдармандарым, өздеріңіздің мұң-мұқтаждарыңызды маған айтыңыздар, жазыңыздар, сенім артып қолдаңыздар. Сіздердің маған артқан жүктеріңізді құрылтайға арқалап барамын. Сіздер үшін күресемін. Мен сынбаймын. Жігерім мен мінезім жетерлік. Құдай қолдасын ағайын. Сайлауға санаулы күн қалды. Байқадыңыздар, қазір сайлау туралы әңгіме көп. Партиялар жарнамасын үдетіп жатыр. Көшеде де, әлеуметтік желіде де сайлау туралы ақпарат көбейді. Неге? Өйткені бұл жай ғана науқан емес. 23 тамызда құрылтай депутаттарын сайлаймыз. Депутаттарға 145 орын беріледі. Ол жерде кім отырады? Қандай адамдар келеді? Қандай ой, қандай ұсыныс айтылады? Бұл маңызды. Өйткені құрылтайда қабылданатын заң біздің күнделікті өмірімізге тікелей әсер етеді. Жалақы, зейнетақы, білім, медицина, жұмыс, мәдениет, жастардың болашағы, әлеуметтік сала. Сондықтан сайлауға келгенде ең алдымен партия бағдарламасымен танысуға кеңес беремін. Бұл партия не ұсынады? Елді қай жаққа өзгерткісі келеді? Сол идея сізге жақын ба? Мысалы, бір партия ауылдың жағдайын жақсартуға көбірек көңіл бөлгісі келеді. Кейбірлестік бизнестің мүддесін ойлауда. Тағы бір партия әлеуметтік мәселелерді бірінші орынға қояды. Сондықтан таңдау әр адамның өзінде. Мен өз таңдауымды жасадым. Маған әлеуметтік әділдік аса маңызды. Ол қарапайым еңбек адамның жағдайы, балаларымыздың сапалы білім алуы, әйелдердің қауіпсіздігі, қарттардың уайымсыз қартаюы. Бұл менің таңдауым. Сіздің де өз таңдауыңыз бар. Айтайын деген тағы бір дүние. Дипломы бар қанша жас жұмыссыз жүр. Ал жұмыс беруші оларға тәжірибең жоқ дейді. Жақсы. Бірақ оқуды енді аяқтаған студент тәжірибені қайдан алсын? Практикаға барады, кейде ақысыз жұмыс істейді. Сөйтіп, уақытын жоғалтады. Бұл мәселенің де шешімі бар деп ойлаймын. Озық елдер мұның жолын әлдеқашан тапқан. Сол тәжірибені қарап, бізге келетін шешімді ұсыну керек. Мен осы секілді нақты істермен айналысқым келеді. Депутат боламын ба, болмаймын ба? Оны уақыт көрсетеді. Менің білетінім, мен халқыма пайдалы болуға ұмтыламын. Саясат үнемі істі қажет етеді. Мен елім үшін еңбек етуге дайынмын, яғни қоғамдық жұмысты жалғастыра беремін. Сіздерге бір ғана өтінішім бар. 23 тамызда сайлауға келіңіздер. Өз бюллетеніңізді алыңыз. Өз таңдауыңызды өзіңіз жасаңыз. 5 жылда бір келетін мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Бұл басқа құрылтай. Өз тағдырыңызды біреуге тапсырмаңыз. Бюллетенді пайдаланбай үйде қалсаңыз, сіздің орныңызға басқа біреу шешім қабылдауы әбден мүмкін. Сондықтан барыңыз, бағдарламамен танысыңыз, салыстырыңыз, сараптаңыз, ойланыңыз, сосын өз таңдауыңызды жасаңыз. Құрметпен, Аша Матай. Қадірменді ағайын, әйел затының саясатта ісі жоқ. Әнші әнін ғана айтып жүру керек деген сөздерге келіспеймін. Келіскім де келмейді. Қоғамдағы көкейкесті мәселелерге әйел затының және әншінің де Конституция бойынша толық құқығы бар. Әйел адам қоғамдағы жалпы өмірдегі болып жатқан мәселелерге сезімтал екенін білесіздер. Бүгін мен сіздердің алдарыңызда өнер адамы ретінде ғана емес, бүгін мен алдарыңызда өз елімнің азаматы ретінде, ана ретінде және ертеңгі күніміздің қандай болатынына бейжай қарай алмайтын жан ретінде тұрмын. Әр ана өз баласының дамыған, еркін, қауіпсіз ортада өмір сүргенін қалайды. Бұл ақиқат. Әр ананың ұрпақ болашағы мен қауіпсіздігі үшін балаларымызға қалатын отанымыздың ертеңі мәселесіне айтар бар. Соңғы күндері маған саясаттан нең бар деген сұрақ қойылуда. Жауабым өте қарапайым. Көрермендерім мен оқырмандарымның мұңы мен алаңдаушылығын заң жүзінде реттеуге мүмкіндігім бола тұра үнсіз қалғым келмейді.
Айтып қана қоймай, ат салысып іске кірісу үшін Қазақстан Халық партиясында жұмыс істеуді таңдадым. Жалғыздың шаңы шықпас деген ата сөзінің ақиқатына көз жеткізіп, әріптестеріммен бірігіп, жұмыс жасап, пайдамды тигізсем деген ниет қана болды менде. Осы күнге дейін біраз шаруаларды бітіріп, мұқтаж жандарға көмектесіп те үлгердік. Мәселен, сирек кездесетін орфандық ауруларға бюджеттен 250 миллион ақша бөлдіріп, ем шара жасауға ықпал етіп, көмектесіп, сауабын алдық. Қазақстан Халық партиясының съезінде орын алған сұхбатымның төңірегіндегі әңгімелерді көрген боларсыз. Мен шын ниетпен әріптестерімнің қойған сұрақтарын жауапсыз қалдырғым келмей тоқталдым. Алайда партияның съезі басталып жүріп жатты. Партия қызметкерлері мені жиынға шақырып, әлек болып жатыр. Бір жағынан сұрақ астына алып жатқан журналистер, екінші жағынан асықтырып жатқан ұйымдастырушылар. Бір сөзбен айтқанда, ортаны біраз қарбаластырып жіберді. Алайда кейбір журналистер хайп жинап, менің сұхбатымнан үзінді салып, заң білмейді деп көрсеткісі келген. Заң білмейтін адамға құрылтайға барып керегі не деп адамдарды алдауға тырысыпты. Журналистердің бұл қылығы осы науқан кезінде біреудің тапсырмасымен жасалуы әбден мүмкін. Менің жауабым біреу. Мен жоғарғы білімді заңгермін. Мен еліміздің жоғарғы білімді оқу орындарының флагманы Қазақтың Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің халықаралық құқық факультетін күндіз оқып бітіргем. Заңды жай оқымақ түгіл, күні түні зерделеп, жаттап, ғалымдарға, профессорларға емтихан тапсырып, қорғап, заңгер дипломын алған адаммын. Одан да бөлек, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіріп, магистрлік білімде алғам. Демек, кейбіреулері айтқандай, құрылтайға заңгер бару керек болса, онда ол мен. Алған білімім, сауатым, ақылымның арқасында еліміздегі қарастырылып, қабылданып, қолданылып жатқан заңдармен болып жатқан ауқымды әлеуметтік мәселелерді бақылап, танысып жүру әдетімнің біріне айналғандықтан саясатқа бет бұрдым. Адам саясатшы болып туылмайды. Адам саясатшы болып қалыптасады. Жалғасы бар. Мен телевидениенің әр каналында 20-ға жуық әр түрлі бағыттағы бағдарламаларды жүргіздім. Қалаулым соның біреуі ғана. Белгілі бір уақыт жүргізген қалаулым жобасы жайлы қысқаша да айтып өткенім жөн болар. Бұл жобаға түрлі көзқараспен қарауға болады. Әуелі мен бұл жобаның авторы емес екенімді, қарапайым қатардағы қызметкер болғанымды, яғни жүргізуші болғанымды еске салғым келеді. Бағдарламаның редакторлық саясаты ешқашан менің құзыретімде болған емес. Жобаның маған кәсіби тұрғыдан қызық көрінген, жоққа шығаруға болмайтын бірнеше тұстары болды. Біріншіден, бұл қазақ телевизия тарихында бірінші рет аптасына 6 күн 3 сағат қазақша сөйлеген бағдарлама болды. Эфирде көрсетілген 9 жылдың ішінде қазақша сөйлемеген отандастарымыздың отбасымызбен қазақша сөйлеп кеттік деген мағынаның төңірегінде алғыс айтып және жазған хаттары да бар. Жоба барысында жастар мен отбасы тақырыптарының аясында туындауы мүмкін көптеген әлеуметтік тақырыптар көтерілді. Мәселелерге назар аударылды. Екіншіден, жоба алғашқылардың бірі болып рейтинг көрсеткіші бойынша біздің елде көрсетілетін орыс тілді бағдарламаларға бәсекелес бола алды. Алыс жақын шетелде көрермендері мен жанкүйерлерін тапты. Әлеуметтік желі қазақша сөйлей бастады. Нәтижесінде қазақ тілді бағдарламалардың жарнама берушілері мен спонсорлары көбейді. Қазіргі таңда арналарымызда эфирге шығатын қазақ және өзге тілде шығатын бағдарламаларының пайыздық мөлшермен де сараласаңыз болады.
Бұл қазақ тілді бағдарламалардың пайыздық үлесі жайлы қабылданған заңнама мен әріптестеріміздің ұтымды жұмысының нәтижесі деп білемін. Үшіншіден, күн сайын миллиондаған көрермен әсіресе аға буын жобаны көруді таңдады. Ал отандастарымыздың ауқымды басым бөлігінің таңдауын кемсіту орынсыз деп санаймын. Сенім тек іспен дәлелденеді. Мен саясатта ғажайып құбылыстарды уәде еткім келмейді. Барлық мәселені бір күнде шешіп тастаймын деп те айтудан аулақпын. Бірақ бос сөйлеп, аяқ босатып жүргім келмеді. Нақты іспен айналысуды жөн көрдім. Әрбір мәселені егжей-тегжейлі зерделеуге дайынмын. Халықтың мүддесін қорғау менің басты мақсатым. Ұсынылған депутаттар тізімінен ұлттық құрылтай тізіміне кім өтетінін партияның өзі шешеді. Мен ықпал ете алмаймын. Әуелгі мақсатым депутаттардың сайлау науқанына қатысып, егер өтсем, сенген көпшіліктің мұң-мұқтажын жеңілдетіп, қазақ халқына пайдамды тигізіп, адамдарға көмектесу. Қазақстанның халық партиясына дауыс беріңіздер. Біздің тарихымызда Роза Бағланова секілді халқына өнермен де, азаматтық ұстаныммен де қызмет еткен тұлғалар болды. Мен өзімді ол кісімен салыстырмаймын, бірақ Роза апамның халқына адал қызмет ету жолын өзіме үлгі етемін. Знаете, как говорится, делу время, потехи час. И мне кажется, сейчас как раз пришло время сделать дело. Я очень хочу обратиться к своей аудитории. Благодарю вас всех за поддержку. Спасибо, что остаетесь со мной, несмотря ни на что. Среди моей аудитории много молодых людей. Вы только начинаете, по сути, свою жизнь. Я хочу, чтобы каждый из вас был успешным, получил хорошее образование, нашел достойную работу, хорошо зарабатывал, создал семью и исполнил свои мечты. Но все это зависит не только от нас с вами. Очень многое зависит от того, в какой стране мы живем и какие решения в ней принимаются. Я знаю одну вещь. Даже если ты не интересуешься политикой, политика все равно влияет на твою жизнь. На образование, на работу, на зарплату, на цены, на твои возможности. Все, что нас окружает, и есть политика. И есть момент, когда мы действительно можем на что-то реально повлиять с вами. Это выборы. Поэтому 23 августа не поленитесь, встаньте, сходите на избирательный участок и сделайте свой выбор. Это займет совсем немного времени, но определит вашу жизнь на годы вперед. Я не собираюсь говорить вам, за кого голосовать. Вы взрослые люди. Я уверена, что вы сами разберетесь и сделаете свой выбор. Я просто говорю вам о своем выборе. Это Народная партия Казахстана и ее идеи. Я знаю людей из этой партии, я вижу их работу. Им действительно не безразлично, что происходит в нашей стране. Мне близки идеи справедливости и равных возможностей для простого человека, для гражданина нашей страны. Мы все любим нашу родину, но патриотизм — это же не только говорить, как сильно ты любишь Казахстан. Нужно еще и принимать участие в том, каким он станет завтра. И 23 августа у каждого из нас будет такая возможность. Не будьте равнодушны ни к своей жизни, ни к судьбе Казахстана. Встретимся на выборах.